Flutter арқылы біз блок приложениясының шаблонын жасаймыз. Ол міне дәл осындай болады. Мына жерде app бар тұрады, мына жерде категориялар, астында посттардың тізімі. Және бұл жерде қиын функция жоқ. Мен минималды түрде функцияларды алдым және примерно осындай мен мынаны қолмен сыза салдым. Біз бұны қазір приложение түрінде жазатын боламыз. Ол үшін әрине мен Android Studio'ны ашсам және Flutter проект жасауды бастаймыз. Бірінші кезекте әрине компьютеріңізде Flutter болуы тиіс міндетті түрде. Оны қалай орнататыны жөнінде менде басқа видео бар, соны көрсеңіз болады. Осы жерден Android Studio'ның бұрынғы версияларында басқаша, мына жерде Flutter app деген таңдаймыз және мына жерге жазайық. Блок app. Приложениенің аты болады. Кез келген атты жазсаңыз болады. Бізде блок туралы, сондықтан блок app деп қойдым. Android Languages Kotlin және Swift. Бізге Windows'қа керек емес, iOS'қа мен істеп жатқан жоқпын және Android'қа тек қана. Finish дегенді басамыз. Мына жерде ондай атта приложение бар деп тұр. Біз осылай қояйық сондықтан. Және күте тұрамыз мынаны полный қосу үшін. Бізде міне дәл осындай тұрады. Мынаның барлығының бізге мүлде қажеті жоқ. Бізге тек қана керегі мына бөлік. Мынаны алып тастаймыз және астындағының бәрін кетірейік. Жаңа осы жерге пустой контейнер қойдым. Біз бірінші осыны ашып көреміз. Мына жерде менде телефон шығып тұр. Барлығына көрініп тұру үшін мына жерде мен эмуляторды таңдаймын. Ол эмулятор осы Android Studio'ның өзінде бар. Осы арқылы мен запускать етем. Бізде міне дәл осындай ашылады. Пустой экран қап-қара. Бұл жерде себебі ештеңе жоқ. Дәл осылай шығатын болса, барлығы дұрыс. Енді біз қарайтын болсақ, бізде бірінші app бар тұрады. Яғни мына жерге бұған кез келген текстті жазсақ болады. Біз осыдан бастайық. Міндетті түрде Home-ға scaffold аламыз. Себебі бұл болмаған жағдайда бізге осындай қарадан басқа ештеңе көрінбейді. Жазатын болсақ, тек қана дұрыс көрінбейді. Сондықтан мына жерге scaffold қаламыз және соның денесінде біздегі мына жерде көрініп тұратын барлық элементтер осы scaffold'тың ішінде тұрады. Егер мен қазір текстті жазатын болсам осылай және окей. Сондай жағдайда міне мына жерде окей деген текст шығады. Бізге жоғарысына app бар жасау керек. Осына app бар дейді. Бұны жасау үшін мына жерге app бар дейміз. Окей, және app бар. Міне осылай. Сондай жағдайда бізде осындай тұрады. Бұл жерге біз арнайы текст қояйық түсінікті болу үшін title. Яғни мына жердегі текст title. Және текст виджетін аламыз. My blog app. Қазақша жазсаңыз да болады. Маған ағылшынша жазу тезірек болғандықтан латинский емес осылай жазып қойдым. Енді бізде осындай тұрады. Біз бұның түсін өзгерте аламыз. Барлығын жасауымызға болады. Мысалы, мына жерде background color деп тұр. Colors.red. Colors дегеннің ішінде бізге қажет түстер бар. Қызыл дейтін болсақ, мына жерге қызыл кетеді. Бұның барлығын әрине мына жерден өзгертуге болады. Дегенмен бізде блок приложениясын өте простой түрде үйрену керек болғандықтан мен артық зат қоспаймын. Мынаны алып тастайық. Енді келесі задача. Бізде мына жерде арнайы категориялар тұрады. Ол категория мына жерде былай жылжытуға арналған. Біз оны қалай жасаймыз? Біз ол элементтерді орнату үшін мына body дегенге column деген осындай виджетті аламыз. Бұның артықшылығы біз бұның ішіне бірнешеуін қоя аламыз. Мына жерде көріп отырғаныңыздай біреуі тұрады, мына жерде де міне біреуі тұрады. Ал мына жерге біз қалағанымызша астасына кәдімгі список сияқты жасай алуымызға болады. Мысалға міне осылай. Сондай кезде міне былай шығады. Бізге бұл жерге былайынша категорияларды шығару үшін мен list view'ды қолданамын. List view'ды қолданамыз және не осылай. Бұл жерге біз не жазатын болсақ та, мына жерде список түрінде шығады. Бірақ бізге былайынша жылжытатын керек. Біз оны қазір қалай жасайтын айтам. Текст деп жазайық. Категория 1 2 3. Осылай міне кете береді. Сондай жағдайда
бізде ошибка шығады. Мына жерде дәл осындай. Бұны дұрыс көрсету үшін біз expanded деген сондай виджетке аламыз. Expanded. Сол кезде міне категория көрінеді. Енді бұны біз қалай бұлайынша орната аламыз бірінен соң бірін. Бұлай орнату үшін бізге scroll direction деген бар. Және axis дейміз. Horizontal және vertical деген бар. Vertical деген бұлай. Және horizontal деген бұлай. Сол кезде міне дәл осындай шығады. Көріп отырғанымыздай міне жылжиды. Біз бұны басқаша да жасай аламыз. Әрине мынаның стилін өзгертуіміз қажет. Біз бұны өзгерту үшін мен мынаның барлығын алып тастайын. Кішкене мынау былай тұру керек, кішкене арасын ашуымыз керек. Сондықтан мен бұның барлығын padding деген сондай виджетке алайын. Сол кезде міне мына жерде азырақ сондай аралық пайда болады. Және біз бұның стилін өзгерте аламыз. Текстің стилін, текст style. Font size деген бар. Текстің көлемін өзгерту мысалға 18. Одан кейін font width деген бар. Бізге font width деген бар міне. Bold. Сондай жағдайда бізге көлемі 18 пиксель және мына текстің көлемі, яғни стилі жирный болады. Міне осындай. Осының барлығын енді көшіріп алып, бұлай қоя береміз. Сол кезде бізде біраз категория пайда болады. Әрине, реальный приложение жасағанда бұл жерде подход басқа, мен түсінікті болу үшін барлығын упрощать етіп жатырмын. Бұлай міне жиып қойсақ болады, кішкене қарауға ыңғайлы болу үшін. Енді келесі кезекте бізге осы посттардың тізімі тұрады мына жерде. Бұл посттар мынау тұрады, яғни қайталанады. Бізге керегі мына біріншісін жасап алу. Бұл жерде картинка бар, астында посттың аты бар мына жерде, және мына жерде оқу деген арнайы батырма болады. Біз бұны қалай жасаймыз? Бұл жерде де тағы да list view болады. List view. Және builder. Item builder. Және мына жерге просто контекст болады. Мына жерде оны біз бұлай ала салсақ болады. Мына жерде негізі контекст деп жазсаңыз да болады. Бұл бізге қажет емес әзірге, сондықтан мен бұлай алып қоям. Және міне дәл осылай. Енді бұл жерде мына жерде біз list view қолдандық. Және мына жерде list view'дің builder деген түрі бар. Не үшін бұлай? Егер бізге қарапайым ғана азырақ список қажет болса, онда біз list view қолдана берсек болады қазіргі жағдайда. Ал мына жерде бізге көбірек қажет болғандықтан мен уақыт алмайын деп мына жерде builder қолданамыз. Бұл жерде біз item count деген бар. Мысалы 10 деп жазатын болсақ, мына жерде қандай зат бар? Мына жерде айталық мысалға текст. Сол текст сонша рет қайталанады. Мына жерде де тағы да міне run деген ашып қарайтын болсақ, ошибка шығарады. Себебі біз мынаны рендеринг жасау кезінде ошибка шығады. Оны простой тілмен түсіндіре алмаймын, сондықтан жай ғана expanded деп мына жерге жазамыз. Сондай кезде міне бізде дәл осындай пайда болады. Міне мынау былай. Так, енді мына жерде біз 10 деп жаздық. Мына жерде міне 10 рет қайталанады. Енді реальный приложениеде шыны керек мына жерде list view емес, мына жерде де list view builder қолданылады. Себебі мына категорияның барлығы ана админкіден, яғни бэкэндтен API арқылы жүктеледі. Сол кезде бізге мына былай жасау вообще тиімсіз. Сондықтан builder қолданамыз, әрі қарай жұмыс жасау жеңіл. Осындай вариант бар деп мен мына жерге жазып қойдым. Енді мына жерде міне былай болып тұр. Бұны біз қалай шешеміз? Мына жерде элементтердің барлығын біз қазір жұмыс жасаймыз. Мына жерде жай ғана дата деп тұр. Бізге бұл жерде картинка тұру керек, мына жерде текст тұру керек, мына жерде батырма болады.
Бұны қалай шешуге болады? Мен миыма келіп тұрған ең простой тәсіл expanded'тың орнына мен контейнер деп ауыстырам. Бұл контейнер жай ғана көлемі болады, және былайынша көлемі, былайынша көлемі. Хиз деймін де 50-ге алып тастаймын. Сондай жағдайда былайынша шексіз, ал мына жерден мына жерге дейін 50 болады. Сонда 50 пиксель дейміз бе, қандай размерде сақталатын мен есімде жоқ. 50 деп жаздым. Енді төменде элемент болады. Бұл элементте бірінші кезекте біз контейнерге аламыз. Бұны да әрине. Одан кейін child, және бұны да колумнға аламыз. Себебі бұл жерде бізде бірнеше элемент тұрады. Міне картинка бар, мына жерде текст бар, мына жерде батырма бар. Children текст деп жазатын болсақ, блок title, сол кезде міне осындай шығады. Енді мына жерде картинка болады, image.network деген таңдаймыз. Интернеттен қандай да бір картинканы қоя салсақ болады. Бұл жерге біз қандай картинка қоямыз? Мен Pixabay сайтын қолданам. Pixabay'дан любой картинканы ала салайық, және копировать URL картинки дегенді басамыз. Бізде міне осындай картинка шығады. Енді бізге мына блоктың тақырыбы, бірақ бұл ортаға тұр, ортада тұр, бұны шетке қоюымыз қажет. Яғни барлығы мына жақтан басталу керек, сол жақтан. Ол үшін cross axis alignment деп жазамыз, және start. Сондай жағдайда бізде барлығы, мынаның ішіндегі сол жақтан басталады. Яғни міне start бөлімінен. Бұлардың ортасын ашуымыз қажет міндетті түрде. Ол үшін мына контейнерда margin деген бар. Margin, одан кейін әрқайсысына мына жақтан қанша, мына жақтан қанша, біз оны edge insets.al дейтін болсақ, 30 деп жазамыз. Сол кезде міне мынадай шегініс жасайды. Бізге әрине 30 керек емес, біз 10 деп жазайық. Сондай жағдайда міне дәл осылай шығады. Енді мына блок title мен картинканың арасында ашуымыз қажет. Ол үшін мына жерге жай ғана ең простой тәсілі sized box his дейміз, 10. Бұл өте сондай көп қолданылатын бір тәсілдердің бірі. Арасында просто мына sized box арнайы көлем ашады былай. Сол кезде мына жерге бізде ештеңе көрінбейді. Просто арасына ашу үшін осылай қолданамыз. Және астыңғы бөлігіне де солай жасайық. Ал енді бізге батырма жасау қажет. Оны қалай жасаймыз? Материал button деп жазамыз, және on preset деген бар. Child және текст. Read post деп қойдым. Бұл жерге сіз оқу деп жазсаңыз болады. Сол кезде ана жерде де оқу деген сөз шығады сондай. Мына жерде міне read post деген батырма шықты. Үстін басып көрсек болады. Міне дәл осылай. Және түсіні өзгертуімізге болады. Colors, мысалға red. Міне сондай жағдайда қызыл батырма пайда болады. Read post дегенді басамыз, немесе жасыл, green. Сондай жағдайда міне дәл осылай. Басқа да color деген бар, соларды көрсеңіз болады. Мысалға text color деген бар, ішінде мысалға қара болып тұр. Қара бұндай жағдайда қатты келіңкіремейді, және сондықтан white деп жазайық, яғни ақ түс. Міне read post деген сондай жағдайда ақ түске өзгереді. Ал енді бұл жерде list view бар, және мына жерде idx бар. Біз осы арқылы бізде бар посттарды, белгілі бір посттарды дұрыс шығару үшін қолдансақ болады. Мына жерде idx деп тұр. Мысалға былай қосайық, idx to string. Мынау просто цифр. Біз цифрды мына текст шығаратын жерге былай жібере алмаймыз. Сондықтан екеуін бірге қоя алмаймыз. Сондықтан мына жерге цифрды жазамыз, и to string деген жаңағы текст түріне ауыстырады. Сондай жағдайда міне 0-ші тұр, міне 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші. Біз осы ID бойынша, индекс бойынша бізде жүктелген посттарды массивтен алуға қолданады.
егер массивпен жұмыс жасаған болсаңыз, бұны не үшін қолданатынын түсіндіңіз деп ойлаймын. Ал енді басқаша болатын болса, онда практика жүзінде көбірек жұмыс жасап көру керек, одан кейін барлығы түсінікті болады. Мына жерде міне категория тұрады, астында міне осындай біз посттарды шығардық.